Сәлем достар, бүгін мен сіздермен ерекше американский пончиктің рецептімен бөліскім келіп тұр. Өте жұмсақ, воздушный болатын рецепт. Рецепттің описаниясын жазып қоямын астына. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өзіңізге де балаларыңызға қатты ұнайтын болады. Бізге керегі ұн, қант, туз кішкене, маргарин, дрожь и 2 жұмыртқа. Маргаринімізді духовкада ертіп аламыз. Үстіміз жылы болу керек. Видеода көрсетілгендей бәріні миксермен миксерлейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек.
Қамырымыз осылай көрсеткендей жұмсақ болу керек. 1 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап көтерілу керек қамырымыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырды алып, жайып, видеода көрсетілгендей пончиктердің формасын шығарамыз. Менде формасы болмағандықтан осындай кружканы алдым. Кружкамен сөйтіп шығардым. Пончиктарымызды жақсылап қуырып алдық. Енді Қазақстан шоколад алсаңыздар жақсы болады бетіне. Менде болмағандықтан мен какао қолдандым. Какао, сүт, сосын қант қостым. Магазиннен барып осындай түрлі посыпка сатып алдым. Ең қызық моментіміз балаларымыз осы моментті жақсы көреді. Пончиктің бетіне посыпка өздері себеді.
Видео ұнаған болса достар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал біздің пончиктарымыз дайын. Сау болыңыздар достар.